Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз екеуміз мектепке алған канцтоварларымызды көрсететін боламыз. Мен күнделіктен бастайтын боламын. 5 күндік күнін ашып көрсетейін. Когда ты дашь? Мен күнде 5 күндік. Басқасы. Менде осындай картон бумага. Бірінші мынандай жерлері алтын, золотой, серебристый, ал арқасы осындай кәдімгі бумага. Менікі мынандай басқаша. Ой, ашын, сырты басқаша, іші бірдей. Екеуміздікі бірдей. Менде сосын карандаштар бар. 18 карандаш. Осымен. Картка тоже сондай, я? Картка бірдей? Екеуміздікі бірдей. Екеуі ұрыс қалмасын деп, екеуіне бірдей карандаш алдым. Не бар карандаш. Я, Іңкәр бізде биыл бірінші классқа баратын болғандықтан Іңкәрға канцтовар деген өте қызық нәрсе болып жатыр. Бірақ ол танымайтын еді, сынып танып алды ғой бәрін. Мынандай деп. Менде сосын пластик. Кішкентай. Аха. Қызыл. Сенде? Менікі кішкентай пластик жас. Я, екеуміз пластик. Клей. I have a piece inside. Сен көрсетемін. Біреуімізді үлкен, біреуімізді кішкентай емес, екеуміздікі де бірдей. Я, біздің қыздар потому что көп ұрысып қалады, сол үшін екеуіне бірдей зат алып беру керек. Енді линейка көрсетемін. Іңкәр сен линейканы көрсете ғой. Байқасаңыздар, барлығының цветтері әртүрлі, бірдей зат болғанмен, бірақ цветтері әртүрлі. Чтобы екеуінің араласып кетпеу үшін. Бұл жырмағашын екен. Я, араласып кетпеу үшін осындай цветтерін әртүрлі қолдадым. Жырмағашын олар. Менікі де жырмағашын. Қызақ қойыңыз. Бете саладым оны. Так, сосын менде осындай кітап қаптайтын. Кітап қаптайтын, бұның ішінде көп, жартысы Іңкәрға, жартысы Кәусарға. Анау неге дәптерге қаптайтын. Аха, дәптер қаптайтын ішінде де көп, оның да жартысы Іңкәрға, жартысы Кәусарға. Жартысы Кәусарға, жартысы маған. Жартысы Кәусарға, жартысы маған. Иә. Сосын менде қайшы. Жақсы қайшы. Менде де сосын қайшы. Бит сал. Иә, сөйт сал. Аты бит салсан ашылмай қалды. Сосын менде осындай тачылға. Іңкәр сен үштағышын көрсетсе? Менде де үштағыш. Екеуміздікі бірдей, бірақ цветі басқаша. Сосын менде осындай екеуміздікі карандаш. Аха, бұның ішінде де тоже 12 штук бар, бұл простой карандаш. Мынау бізде ручка. Аха, бұл бізде обычный ручка. Өшіргішіне. Я өшірмейтін ручка, оның жартысы Кәусарға, жартысы Іңкәрға. А мынау тоже жартысы маған, жартысы Іңкәрға. Я, бұл өшіретін ручка. Я, өшіретін ручкаға біздің Кәусар қатты үйреніп қалған. Сол үшін қатты бір кеземде жеріп қойымды. Келесі. Сосын бізде Іңкәр бірінші класс болғаннан кейін осындай көркем жазу, сандарды жазып үйрену деген сияқты. Артында колобок бар ғой. Аха, осындай бастырып жазатын жазуларды алып бердім. Чтобы қолы тез үйрену үшін. Мама, мен даже қосу білем ғой. Я.
мен мынаны көрсетейінші. Күшті ғой осы. Мен баяғыда ойбай алғанда бердім осыны. Бұны Кәусарға алып бердім, бірақ Кәусар мен Іңкәр екеуі бірге қолданады. Бұларға негізі фломастер көп керек емес Кәусарларға, анда-санда болмаса. Мама, Бұның тағы бір жағы кәдімгі фломастер, бір жағы ручка, иә? Иә, бір сары жағы ручка, ручка десе. бір жағы фломастер. Сары ручка десе Кәусар. Иә. Мына. Мына жасыл цвет жақты, иә, Кәусар? Иә, жасылға жаңағы қысыптар. Иә. Иә, осы. Фломастер анық көрінеді екен. Иә. Тағы не қалды? Артында сынтмалай бар. Иә. Так. Міне осы. Бұл кітап Мен негізі кітап қоятын мүлдем алып бермейтін Кәусарға, бірақ былтыр менен әбден сұраған кітап қоятын алып беріңізші деп. Мама бүйтіп тұрады ғой, Кәусар. Үйді ашып. Сол үшін биыл осындай кітап қоятын алып бердім. Егер Іңкәрға қажет болса, кейін Іңкәрға тағы да алармыз. Мама, мені көрсетейін. Хорошо. Көрсетейін. Иә, күштер. Потом Іңкәр бізде бірінші класс болған соң Аста түспек болған. Іңкәрға осындай пластилин алып келіңдер деді апайы. Сосын осындай пластилин алды. Болды түш. Болды. Я осындай 6 түрлі, негізі 12 түрлісін алайын деп едім, бірақ та бұның өзін көп қолданбайтын шығар деп осындай 6 алуына. Көп қолданбайды ғой. Негізі көркем сабағында ғана қолданады. Иә, бұл уже мектеп оқиды ғой. Негізі пластилинді көбінесе садикте ғана қолданады. Сосын бізде осы альбом қалды. Менде мынандай 24 парақтық. Аха, екеуінікі бірдей бұл жерде де просто сыртындағы гүлдерін, цветтерін әртүрлі қылып алған, чтобы шатасып кетпеу үшін. Мына екеуі сонда бірдей оқысаңыз. Мына жұматып. Бұл енді бастапқы ғана конста бар. Бұл, наверное, қысқа дейін ғана жететін шығар. Қыста қайтадан барлығын алып беру керек. Біздің осындай осы констоварларымыз бітті. Келесі видеода біз өздеріміздің киімдерімізді көрсететін боламыз. Кейінгі видеоға өтіңіздер. Қош